Сен енді осы жерде оқисың ғой, доча, иә? Каусар бар бізде, иә? Сәлем достар, back to school. Біз, форманы таңдауды бастаймыз. Бұл видео негізі бірнеше күнге созылады. Біз детский мирда жүрміз. Яғни рубашкалерді қарап, өте необычный рубашка екен. Осы жақтан бастайық деп шештік. Жоқ, оверсайз. Әдемі екен онда. Мектеп формаларын шығарып тастаған везде. Енді біз соны көрейік деп тұрмыз. Пока қарауға ғана келдік. Бір көріп шығайық. Ұнайтын варианттар шығып жатса, уже сразу алып кетсек деп тұрмыз. О, әдемі екен ондағы. Полы, да, футболочка. Цены тоже нормальные. Енді рубашкалар өте көп. Каусардың түрін көрген шығарсыздар, иә, қандай қара болып кеткен. Рубашканың түрлері көп екен. Таңдау қиын. Достар маған таңдасып жүресіңдер ғой, иә? Так, вау, маған ұнап тұр мынау. Маған ұнап Әдемі футболка полы. тұрған. Прям трикотажный күшті екен. Маған ұнады. И юбкамен сәйкес кеп тұр. Арға жүрші кішкене, артаман жүрші. Қысамайды жота, юбкамен. Неге? Полоскалар бар. Достар қалай деп ойлайсыздар? Так, мынау мынандай екен. Рубашкасының мына жері жақсы екен, Маған ұнады ба? Рубашка әдемі екен. Юбка тоже необычный. Плессированная жинақы. Қандай? Саған пышнырақ керек па? Бағанаға бірінші болды. Сол ұнады ма? Хорошо, достар, сіздер комментарийге жазып кеттіңіздер. Қай форма әдемірек? Каусар, дайынсың ба? Вау, қандай күшті. Айналшы. Қандай әдемі мына көйлек. Қайсы? Мынандай сердечкасы бар екен. Матасы да жақсы екен. Бірақ мынау прям плотно тұрса, 140 размер. 146 керек, иә, бізге? Мынау точно 1-2 айда кішіріп кетеді мектепке. Иә, мынау плитек болып тұр. Бірақ әдемі екен. Өте әдемі екен мына мектепке. Күнделікті киіп алғанға, иә? Ыңғайлы, кидің да кеттің. Бірақ біздің мектепте рубашка мен юбка кию керек. Иә, бізде рұқсат бермейтін сияқты мұндай киімге. Бірақ өте әдемі екен. Ал давай дальше киейік. Так, достар, сонымен біз осы екі рубашканы алдық. Патақты алдық. Осындай. Біреуін мектепке алдық, біреуі джинсы, юбкалармен повседневкаға алдық, иә? Пока осы. Кстати, достар, мен бұл өз ақшам алғадым. Иә, Каусар өзінің честно заработанный ақшасын алып жатыр рубашкалерді. Ал, рахмет. Так. Пока бір рубашкамыз бар мектепке, иә? Енді юбка алу керек әлі. Ой, әлі көп заттар бар. Бірақ біз пока ала берейік деп шештік, иә, ертерек. Что ты не хочешь? Мектепке? Ну жарайды. Еще сумка алу керек, иә, әлі. Ой. Сумка, қайсыға. Әлі көп. Пока что бірінші дайындығымыз бастап кеттік. Достар, бізде дайындықтың жалғасуы. Білесіздер ме, бүгін біз не істейміз? Бүгін біз кітап алуға барамыз. Достар, мен бастауыштан осындай басқа корпусқа көштім. Аңғарыңыздарға. Ал міне какоймен кітап алуға келе жатырмыз. Қанша кітап береді екен 5-ші сыныпта? Еще пәндердің кейбір аттары өзгереді, жаңа пәндер осылай. Жаңа пәндер, жаңа мұғалімдер әр пән бойынша. Бұрынғыдай апайларың бір апай ғана сабақ бермейді енді. Маған қызық болып тұр, апайды қандай екен. Я апаймен танысамыз қазір. Ал міне мектепке келдік. Жүріп барайық. Міне сен енді осы жерде оқисың ғой, доча, иә? Бұрын бастауышта оқушы еді. Біз бүгін үлкен ағасының да кітабын алуға келдік. Ол 11-ші сыныпта. И Каусардың да кітабын алуға келдік. Мына жақта мұғалімдер. Так, бізге бірінші сырымның кітабын аламыз ғой, деме? Ең бірінші біз менің ағамның кітаптарын алуға келдік. Қаралар, қазақ тілі бар екен. Бірінші бөлім. Геометрия. Қазақстанда. Сырымның кітаптарын алдық. Енді менің кітабымды аламыз. Мен кітаптарын алуға келдік. Ал şimdi. Мен кітаптарын алдым.
Ой, Каусар деген көп кітаптарын алды. Оның бәрін мен көтеріп жүрме еще. Еще қандай сабақтар, я? Ана қазақ тілінен ағылшын тілінен. Я, кітаптар көне екен, я, кішкене. Так, біз кітаптарымызды алдық. Мынау сырымның кітаптары, ол 11-ші сынып. Жаңа екен кітаптары. По-моему, 11-ші сыныптар аса кітап оқымайды ғой деймін, өйткені олар ЕНТ-ға дайындалады. Сондай ғой деймін. Ал Каусарды кітаптарын алды. Информатика, математика, дүниежүзі тарихы деген қосылады екен, я. Неше түрлі сабақтар қосылады енді. Бірақ кейбір кітаптары өте көне екен енді. Старый. Как будто сол жеген ба, деген. Жазып ұстаған ручкамен. Мына нәрсең кетіру керек сабаққа дейін. Я? Каусар апайымен танысты. Жаңадан апайы болады енді Каусар. Өзі маған өте күшті апай. Бірақ жақсы оқу керек деді, я? Жақсы оқымаса болмайды деді. Каусар сынып ауыстырып жатыр қазір. Енді жаңа сыныпқа үйреніп кетсе екен, я, гимназия Мен сыныбына. негізі бір адам что мен басқа сыныпқа көшемін. Өйткені мен бұрынғы ой жаман. Жоқ, енді жаман болғанда үйреніп те қалдың ғой енді, бірақ жаңа сыныпқа үйреніп кетесің деп ойлаймын, я? Достасып, жаңа достар табасың. Я, қасында Мөлдір бар, Айша бар, Айкөркем, я? Көркемай бар. Сол ендігі вопрос, біз мына кітапты көтеріп үйге қалай жетеміз деген сұрақ, точа? Может, әкемді шақырып масамын? Білмеймін, сол қазір сөйлесейік әкемен. В общем, болды, кітаптарымызды алып шықтық. Апаймен таныстық. Енді ары қарай дайындықты жалғастыра береміз. Әлі көп нәрсе бар дайындайтын. Канцелярский товарлар. Форманы әлі толық алып біткен жоқ. Рубашка бар. Рубашка ғана алдық. Қысқа рубашка бар. Әлі жұмыс көп. Әлі жүрміз ғой дайындығымыз. Уже августтың қаншасы? Бүгін августтың 18-і уже. 18-і. Сабаққа 12 күн қапты ғой, 2 апта қапты, я? Ал біз әлі дайындалған жоқпыз. Тапамын дейді. Үлгереміз енді. Енді бастаймыз дайындықты. Кесі бізге көмектессін деп, бір жігіттерді жіберіпті, бізге көтерілсін деп мына кітаптарды. Мұнанда 2 жігітті жіберіпті, акасы. Бізде дайындығы жалғасып жатыр. Енді Асыл деген кісінің кітабын алуға келдік. Я, бүгін Асылдың кітабын аламыз, я? Кеше сенің кітабыңды алғанбыз, бүгін Асылдікін аламыз. Достарымнан менің. Бүгін бізбен бірге Батыр келді, я, мектепке? Ал, давай жүріңдер мектептің ішіне кірейік. Ал басталсын. Асыл, желание бар ма мектепке, сабаққа? Мына мен Қойшы. музыка қоймын. О, мына жерде Каусар бар бізде, я? Міне, Асылдың сыныбына келдік. Асыл 2-ші сыныпқа көшеді. Батыр қаншасының сыныпқа көшесің? 1-ші. Мен 1-ші сыныбым тура осындай болған. Кітап алдық. Не дейсің? Мен қалдым қай жерде отырдым. Өзің отырған жеріңді ма? Былай асқанын алып қапысып. Жоқ, болмайды. Жоқ, болды, кеттік жүріңдер. Так, Асыл 11 кітап алды. Ала ғой, кітаптарын алшы. Так, барлық кітап. Ой, опынай, ой, көтер. Асыл 11 кітап алды. Қайсы? Көрсет жап. Музыка, орыс тілі, дүниетану, жаратылыстану, математика, әдебиеттік оқу. Хрестоматиясы бар екен, оны оқисыңдар. Жоқ, не оқиды ғой. И қазақ тілі. Я қайда? Информатика. Білмеймін, оны өздері оған тек дәптер алатын шығармыз қосымша. Болды, кеттік па? Кеттік, көтер кітаптарын. Көтер Асыл едіп тұрды. Жүр. Ал, кеттік. Кітабымызды алдық. Жақсы болды. Асылдарда 5 сабақ болады. Сендерде қанша сабақ болады екен? 5-6, не знаю, 10 сабақ. Вот менде де Асыл екеуміз 5 сабақ өтсе, екеуміз бірге шығып қайдаламыз өзіміз. Иә, бірге жүресіңдер.
А так мен бұл барым баламен қайтпаймын бұл барым бала